أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жиналған қауым. Алла субхана ва тағала бүгінгі жұма күнін баршамызға құтты берекелі етсін. Және баршамызға белгілі бұл ораза айының ішіндегі жұма. Ораза айы айлардың мырзасы болса, жұма күндердің мырзасы. Бұлай айтқанда ұлы күнде тұрмыз, құрметті жамағат. Алла субхана ва тағала баршамызға бұл күндерді құтты берекелі етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, маған салауат айтыңыздар дейді. Салауаттарыңыз маған жеткізіледі дейді. Жұма күні, әсіресе жұма күні көптеп салауат айтуға біз әрекет жасауымыз керек. Біз баршамызға белгілі қиямет баршамыз басымызға келеді. Алла субхана ва тағаланың құзырында баршамыз жиналамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, қияметте адамдар жиналған уақытта адамдардың үстінде ешқандай киім болмайды дейді. Сонда Айша анамыз, Алла разы болсын, пайғамбарымызға: "О Алланың елшісі, ер азамат пен әйел азаматтар бірін-біріне қарамай ма, әуреттеріне қарамай ма?" деген кезде ол күн бір-біріне қарауға шамасы келмейді дейді. Ауыр күн деп айтады, сипаттайды. Сонда құрметті ағайын, қарап тұрсақ, ауыр күн екен да. Сол ауыр күнде бізді шапағат ететін сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екен. Басын сәждеге қойып, бүкіл үмбетін шапағат етуді Алладан сұрайды екен да. Бүкіл үмбетін қараңыз да. Адамдар барады, шапағат іздеп жүреді. Білеміз де, Құдай сақтасын, қиындық кезде ол белгілі нәрсе ғой. Бірақ сондай ауыр күнде пайғамбарымыз шапағатшы болады екен да. Ал пайғамбарымыз бізге шапағатшы болу үшін біз пайғамбарымызға көптеп салауаттар айтуымыз керек. Мынау дінімізде Аллахқа шүкір жеңілдіктер өте көп та. Салауат айту ауыр амал емес та. Бұлай да сөйлеп жүреміз да. Бұлай да біреулермен әңгімелесіп сағаттап уақыт өткізіп жібереміз. Бірақ сол уақыттың бір азын пайғамбарға салауатпен өткізетін болсақ, бұл біз үшін екі өмірдің берекеті, құрметті ағайын. Пайғамбарымыз салауат айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, бір салауатқа дейді, айтатын болсақ, Алла субхана ва тағала бізге 10 салауат айтады дейді. 10 жақсылық деген әңгіме, құрметті ағайын. Сол үшін пайғамбарымызға салауатты ұмытпайық иншалла. Алла қаласа бүгін жұманың тақырыбы мұсылманның немесе мүміннің сипаты. Мүмін адам қандай болу керек? Біз кейде айтамыз ғой, мұсылмандар мынандай деп көп айтамыз. Бірақ бізде дінді кейде мұсылмандармен бағалап жатамыз. Бірақ дін мұсылмандармен бағаланбайды екен. Бірақ мұсылмандар дінмен бағалауға болады. Өйткені Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде шынайы өзінің құлдарының сипаттарын баяндап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің ықыласты үмбеттерін сипаттарын баяндап қойды. Міне сол сипатта біз болатын болсақ, біз кәміл адам боламыз. Толыққанды кәміл адам деп айтамыз ғой біз. Сол сипаттың барлығы біздің бойымызда болса, біз шынайы мұсылман сипатында болады екенбіз, құрметті ағайын. Алла субхана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, Умар ибн Хаттаб жеткізген хадисте, маған 10 аят түсті дейді. 10 аят. Кімде-кім оны орындайтын болса, ол жәннатқа кіреді дейді. 10 аят. Сөйтіп Мүъминун сүресінің алғашқы 10 аятын оқып берді. Қад афлахал муъминун. Ақиқатында момындар құтылды. Мақсатына жетті. Қандай момындар? Аллазина хум фи салатихим хашиун. Ең бірінші сипаттары олардың, момындардың, қияметтің қиындығынан құтылатын момындардың ең бірінші сипаты, олар намаз оқыған кезде Раббысының құзырында тұрғанын сезініп оқитындар. Қорқып оқитындар, хушуъпен, хузумен оқитындар. Өзінің бір бейшара құл екенін сезініп, Раббысының құзырында тұрғанын сезініп, қорқып оқитын мұсылмандар екен. Бірінші сипат сол екен. Намазда тұрған уақытта Раббысынан қорқып тұратындар. Біз баршамызға белгілі, үлкен бір лауазымды адамның алдына кіретін болсақ, өзімізді қалай ұстаймыз? Патшалардың құзырына кіретін болсақшы, түрімізге қараймыз, сөзімізге қараймыз, қимылымызға қараймыз, бәріне қараймыз да. Тіпті ішімізден жақсы ойда тұрамыз да, ол біздің ішімізді біле алмайды.
Бірақ Алла субханаху ва тағала жүректегілерді біледі. Иннаху алимун бидати судур. Жүректегілерді, біздің кеудемізде не бар барлығын біледі Алла субханаху ва тағала да. Бірақ Алла субханаху ва тағаланың құзырында тұрған уақытта Раббым мені көріп тұр, Раббымның құзырында тұрмын. Сол ниетте киіміміз таза, тұрысымызды, жүрегімізді дұрыс қылатын болсақ, Алла субханаху ва тағала Құран-ы Керимде келеді. Алла субханаху ва тағала ізгі амал етушілердің амалын зая кетірмейді дейді. Қараңыз да. Әр жасаған амалыңыз, әр жасаған жақсылығыңызға сіз сауап аласыз да. Алла субханаху ва тағала мейірімі соншалықты, жүрегіңіз, ниетіңізді біледі, ниетіңізге сауап береді. Тұрған уақытта, сол үшін мұсылман адам Алла субханаху ва тағаланың құзырында тұрған уақытта Раббымның құзырында тұрмын деген сенімде болу керек. Қорқынышта болу керек. Барсамызға белгілі, мынау қисса көп айтылады ғой. Али ибн Аби Талиб, Алла разы болсын. Бұл кісі аяғына оқ тиіп жарақат алады. Дәрігерлерге оқталай десе алдырмайды. Өйткені батыр адам күші көп болады, шамасы келмейді. Сонда намаз оқыған кезде алдыңдар дейді. Бұл кісі намаз оқып болады. Намаз оқып болғаннан кейін алдыңдар ма дейді. Тіпті намаз оқып тұрған кезде аяғындағы оқты алған сезген жоқ дейді. Қараңыздар да. Бұл намаздағы шынайы ықыласта, құрметті ағайын. Кейде біз айтамыз, неге намаз жамандықтан тыймайды, неге намаз қайтармайды дейміз ғой. Міне осы намаздың рухы бізде жоқ болса, жай ғана сыртындағы сүйреті болса, ол тойды бізді қайтармайды екен да. Құран-ы Керимде келеді ғой. Расында намаз адамды арсыздықтан, жаман іс-әрекеттен тыяды дейді, қайтарады дейді. Бұл осы шынайы Раббымның құзырында тұрмын деп оқитын болсақ, сол кезде бізді қайтарады екен, құрметті ағайын.